Сәлем достар. Бұл Аштымыл курсының 3-ші сабағы. Біз алдында 2-ші сабағын өткізгенбіз тегтер туралы. Қазір біз сабағымыздың барысында типографияны, тізімдерді және суреттерді қалай жасауға болатын, жолдардың қандай түрлері болады, абсолюттік, салыстырмалы түрлері болатынын түсіндіріп кетеміз. Жалпы типография дегеніміз не? Типография дегеніміз газет журналдарда кездесетін тексттің, мәтіннің форматированиясын айтады. Мысалға, қалай жасауға болады Аштымылмен. Міне мен қазір Абайдың бірінші сөзін көшіріп алайын. Интернеттен алып жатырмын. abay.kz сайтынан. Міне, бұл Абайдың бірінші қара сөзі. Сақтап қойайық, ашып қарайық енді біз браузермен. Көріп тұрғаныңыздай, бәрі бірін соң бірі араласып жазылып тұр. Ешқандай жаңа жолдан басталып, я болмаса абзац күйінде жазылып тұрған жоқ. Сол үшін біз оларды қазір абзац күйінде бөлуіміз керек. Бірінші сөз дегенді тақырыпқа айналдырайық. Тақырыпты алдыңғы сабақта өттік. H1-мен саламыз оны. Ал ішіндегі мәтіндерін абзац күйінде саламыз, параграф. Қазір мен тек басталатын тегтерін салып кетейін, сосын аяқталатын тегтерін салам. Енді жабатын тегтерін салайын. Міне, сақтадым. Енді не шыққанын қарайық. Бірінші сөз. Үлкен жазумен жазылып тұр, өйткені ол тақырып. Одан кейін көріп тұрғаныңыздай абзац күйінде жазылып тұр, бұл параграф тегі. Міне жайменен бөлініп жазылып тұр. Енді біз не істеу керекпіз? Мен сіздерге көрсетейін. Мен қазір бірінші қалың жазумен қалай жазуға болатынын көрсетейін. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе? Жақсы өткіздік пе деген сөзді қалың жазумен жазайын. Жақсы өткіздік пе? Мына жерде мен Б деген тегті салам. Мына жерден Б-ны аяқтаймын. Мен былай жасап тұрмын міне. Б тегін салдым. Ағылшынша bold деген сөз мағынаны білдіреді. Қалың. Осы жерден басталды, осы жерден аяқталды деп тұрмын. Ішіндегі зат қалың жазумен жазылады. Сақтайық. Мен сақтадым. Енді парақшаны жаңартайын. Енді шыққан результатты көріңіз. Міне, бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе деген сөз ол қалың жазумен жазылып тұр. Ал қалай курсивпен жазуға болады? Тартыстық деген сөзді мен курсивпен жазайын. Міне, тартыстық деген сөзді мен қазір курсивпен жазам. Ол ағылшынша I әріпімен белгіленеді. Тек I деп отқанымыз ағылшынша сөзінен италик деген сөз, курсив деген мағынаны білдіреді. Сақтадым. Енді көрсетейін не шыққанын. Міне, тартыстық деген сөз курсив күйінде жазылып тұр. Ал жазудың астыңғы жағы боялған, сызылған түрін қалай жазуға болады? Ол үшін underline деген сөз бар, ағылшынша сөз, U белгісімен жазылады. Біз қажыдық деген сөзді белгіледік. Мына жерде U-ды жабам. Міне, сақтадым. Енді қараңыздар, көріп тұрсыздар ма? Міне, қажыдық деген сөз асты сызылып тұр. Тағы сол сияқты жалықтық деген сөзді үстінен сызып тастайын, мысалға мен. Ол үшін S деген тег салынады. Міне, ол кезде жалықтық деген сөз сызылып тұр. Мән беріп қараңыздар. Бұл жерде S міне басталды мына жерде, ал мына жерде аяқтадым. Соның ішіндегі ғана сызылып тұрады. А егерде мен қазір мына S-ті басқа жерге апарып қоятын болсам, баянсызың деген жерге дейін қоятын болсам, онда сол жерге дейін сөздердің барлығы сызылып тұрады. Міне, жалықтық қылып жүрген ісіміздің баянсызын деген сөздер сызылып тұр. Жалпы кейде болады, формулалар кездеседі. Олар жоғары жағында жазылу керек болады, я болмаса астыңғы жағында жазылу керек болады. Оның біреуі суб, біреуі суб деп айтады. Субы ал деген жазуға. Ал екіншісі суб. Енді парақшаны жаңартайын. Міне, көріп тұрсыздар ма? Ал деген жағы астына кетті, ал суб деген жағы үстіне кетті. Ол мысалға сіздер қолданатын формулаларыңыз бар ғой. H2 формуласы химиядағы. Сол кезде, я болмаса дәрежелер үстіңгі жағына жазатын болсаңыз, я болмаса астына жағына жазатын болсаңыз, міне, сол кезде керек болады. Жалпы типографияның ең маңызды тегтерінің барлықтарын өттік. Енді мынандай нәрсе ескерте кетейін. Тегтің ішінде тег бола алады. Мысалға, жақсы өткіздік пе деген жазуда біз қалың жазумен жаздық. Ал егерде бізде мақсат туады, оны әрі курсив қылып жазуға, ол кезде біз не істеуіміз керек? Онда біз ішіне жазуымызға болады курсивпен. I тегін саламыз мына жерден бастап I тегін жабамыз. Сол кезде екі тегте орындалып тұр. Ол әрі курсив болады, әрі қалың сөз болады. Қазір парақшаны жаңартайын.
Міне, көріп тұрсыздар ма? Жақсы өткіздік пе деген сөз ол әрі қалың, әрі курсив күйінде жазылып тұр. Қай кезде қате болып саналады? Егер де мына курсив тегін сыртына шығарып жіберетін болсақ, ол қате болып саналады. Неге, не үшін түсіндіріп кетейін? Мен B тегін бастап салдым, аштым, және одан кейін I курсив тегін аштым. Енді I курсив тегін ашқасын жерде бірінші ол жабатын тегті күтетін нәрсесі ол сол курсив тегін күтеді кері қарай. Бірінші, сондықтан мен керісінше I тегін бірінші салып барып, жабатын тег B тегін кейін салуым керек. Бұндай қылып жазбаңыздар. Рет-ретімен дұрыстап жазыңыздар. Сақтадым. Сол баяғы қалпы күйінде қалды. Енді тізімдер дегенімізді үйренейік. Тізімдер деп отқанымыз не ол? Тізімдер жалпы аты айтылып тұр. Ол қарапайым тізімдерді айтамыз. Қалай оны жасауға болады? Міне, бірінші мен ул деп жазып кетем. Одан кейін ул тегін жабам. Ал ішіндегі тізімнің бір мәтінін оны лимен жазам. Бірінші міне ел бағу дегенді сұрақ белгісін тізім қылып кетейік. Екіншісін мал бағуды көшірейік. Тағы бірнеше рет көшіріп қойайын. Ғылым бағу, софылық қылып дін бағу, балаларды бағу. Біреуі артық екен, өшіріп тастайық. Жаңартайын мен бетті. Міне, көріп тұрғаныңыздай тізім пайда болды. Ел бағу, мал бағу, ғылым бағу, софылық қылып дін бағу, балаларды бағу. Енді қандай тізімнің түрлері бар, соларды өте кетейін. Мысалға, мына қазіргі тұрған түрі, ол нүкте күйінде жазылатын түрі улмен жазылады, ал санмен жазылатын түрі бар, ол деп жазылады. Сақтаймыз. Міне, енді сандар күйінде жазылып тұр. 1, 2, 3, 4, 5. Тізімдерді бітірдік. Суреттер. Енді суреттерді қазір жолдар абсолюттік салыстырмалы барлығын түсіндіріп кетейін. Жалпы. Одан бұрын бәрін бір папкаға салайық, біздің жасап жатқан файлдарымыздың бәрін. Ол папканың атын сайт деп атайық. Ағылшынша жазам мен сайт. Екі файлымды соң ішіне салам. Енді көріп тұрғаныңыздай index.html және сурет JPEG файлдары осының ішінде тұр. Сайт деген папканың ішінде. Қазір мына страницаны обновить ететін болсам, ол жоғалып кетеді, өйткені оның жолы өзгерді. Менде қазір рабочий столда емес, ол сайт деген папканың ішінде тұр. Дәл осы жерге мен қазір сайт деп слэш деп теретін болсам, ол қайтадан ашылады. Я болмаса бұрынғыдай индексті екі рет басып аша берулеріңізге болады. Сондықтан да орналасқан жері өзгергесін жерде оны Sublime текстте де басқа жерде сақтау мүмкін. Қазір мен өзгертіп сақтасам, не сақтайын қазір, ол қайтадан рабочий столымда менің пайда болады. Міне көріп тұрғаныңыздай. Сондықтан да мен бұны өшіріп тастаймын, ал мына файлды қайтадан ашамын. Sublime редактормен қайта аштым. Қазір мен бұрынғысын жауып тастайын. Енді суретті мына тізімнің үстіне салайық. Img тегімен салады. Өткен сабақта өттік біз. Сурет JPG альтернатив деген міндетті түрде болу керек. Неге? Өйткені сіздер интернетіңізден жүктеген кезде HTML парақшаны сіздер суретті сөндіріп тастаған болуыңыз мүмкін. Немесе сурет зақымданып ашылмаған болса, осы альттың ішіндегі мәтін көрсетеді. Бұл жерде сурет. Сақтап қойдым. Енді ашайық суретті. Міне сурет шықты. Ал қазір жолын дұрыс жазбайын. Мен сурет JPG дегеннің орнына сурет 2 деп жазбайын. Ондай файл бізде жоқ. Сондықтан да альтернативтік жазу көрінеді. Альттың ішіндегі жазу. Парақшаны жаңартайын. Міне. Бұл жерде сурет альтернативті жазуды көрсетіп тұр. Өйткені ол суретті таба алмады. Оның биіктігін кішірейтеміз. Высотаға height 100 берін. Кішкентай болып тұр. Ал жалпы сурет тағы бір ішінде папканың ішінде болатын болса, мен мысалға image деген папканы жасап шығарайын. Оның ішіне suret.jpg файлын ішіне апарып салайын. Қазір мен браузерді жаңартам. Ол сурет жоқ. Өйткені ол папканың ішінде тұр. Сондықтан да біз жолына image/suret.jpg деп салуымыз керек.
көріп тұрғаныңыздай бірінші папканың атын жаздым, одан кейін слэш деген папка деген мағынаны білдіреді. Сол слэштің папканың ішіндегі сурет.jpeg деген файлды ал деп жазып тұрмыз. Міне. Енді осы жерде мен түсіндіріп кетейін. Жалпы жолдың екі түрі бар. Орысша путь деп айтады. Оның бірінші түрі салыстырмалы түрде, екінші түрі абсолюттік түрде. Салыстырмалы түрде деп отқанымыз осы index.html файлы қай жерде тұр, онда сол жерден бастап санайды. Ал егерде абсолюттік жол болса, онда ол слэштен басталу керек. Онда ол сайттың түпкі каталогынан басталады. Бірақ ол үшін қазір бізге арнайы сервер қажет. Біз сервер қондырған жоқпын. Оны кейін үйрене жатармыз. Бірақ естеріңізде сақтап қалыңыз, екі түрі бар екенін. Қазір осы тұрғанда ол салыстырмалы түрде. Оны қалай түсінуге? index.html файлы қай жерде тұр, сол жерден бастап санайды. Индекс файлы міне осы жерде тұр менде. Оның қасында image деген папка бар. Соның ішінен бастап іздейді сурет.jpeg файлын. Сондықтан да менде қазір сурет.jpeg файлы ашылып тұрады. Осыменен үшінші сабағымызды бітірдік. Келесі сабақта кездескенше.